Бірақ ең алғаш сол телевизияның, студияның, түсірілімнің дәмін мен сол жерде сездім. Содан бері мінекей 10 жыл өтіпті. Бірнеше рет эфирге шықтым. Таңғы 6-дан бастап қазмедиада болып, сіз осыған қалай үйрендіңіз? Мен негізгі уақыт күнім таңғы 4-те басталады. Мен 4-те тұрам. Таңғы уақытта 4-тен 4:30. Ол жерде әрине дәлелдеу керек, мықты екеніңді көрсете алу керексің. Мен қызықлаймыз. Бірақ эфир кезінде бұған жол берілмейді. Сәлеметсіздер ме, біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Бүгінгі подкастты жүргізетін мен Арал Маралбек және бүгінгі подкастымыздың құрметті қонағы Хабар агенттігінің 24 KZ арнасының жаңалықтар жүргізушісі және Нью-Йорк Фильм Академи университетінің түлегі Динара Танафина. Подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет Аралым, шақырғаныңызға. Алғашқы сұрақ, осы сіздің журналистикадағы алғашқы қадамдарыңыз қандай болды? Осы арнада жаңалықтар жүргізушісі болу сіз үшін жүргізуші ретінде жұмыс істеу қандай тәжірибе сыйлады сізге? Енді мектеп кезден әр бала армандайды ғой. Мысалы, қарапайым ғана петличканы тағып отырмыз ғой қазір. Біздің жұмысымыздың негізгі бөлігі ғой. Мен ручканың басы бар ғой кәдімгі. Соны тағып алып 4-ші сыныпта айнаның алдында өзімді осылай тележүргізуші ретінде сезінетім. Сол бала арман үлкен мақсаттарға жеткізді. 11-ші сынып оқып жүрген кезде өзімді осы рөлде көрдім. Қазақ ұлттық университетіне оқуға түстім. Осы салада жүргеніме жалпы жүргізушілікте 10 жылдай болды негізі. Ең алғаш менің жобам бұл Қазақстан ұлттық арнасында Ақсауыт деген жоба, ол қазір әлі де жүріп жатыр. Әскери бағдарлама, патриоттық. Ол жерде мен ең алғаш хат оқыдым. Ол кезде хат оқитын еді ғой, есіңізде ме? Қазір енді білмеймін, ол жерде хаттың айдары бар ма, жоқ па. Бірақ ең алғаш сол телевизияның, студияның, түсірілімнің дәмін мен сол жерде сездім. Содан бері мінекей 10 жыл өтіпті. Әрине енді ол патриоттық бағдарлама, менің түпкі негізгі мақсатым бұл жаңалықтар еді. Бірақ жаңалықтарға мен әлі жас едім ол кезде. Дауысым да, түрім де, енді жаңалыққа білесіз, адамды сендіре алу керек. Ол жерде саяси бағдарламалар бар, ол жерде мәдени бағдарламалар туралы айтылады. Жаңалықтарды көп айтамыз. Сондықтан кішкене есею керек деп, келесі жол келесің деп шығарып салған болатын. Содан 5 жыл өтіп, мінекей жаңалықтар жүргізіп келе жатырмын. 5-6 жыл болды. Осы сіз болашақ бағдарламасы арқылы Нью-Йорк Фильм Академи оқуына барып келдіңіз. Осы сіздің өміріңізге қандай өзгерістер әкелді? Және айтып жатырмыз, Нью-Йоркпен, мысалы Америка мен Қазақстанда жұмыс істеудің айырмашылығы қандай? Мен енді ол жерде оқуға бардым, жұмыс істеп әлі үлгермедім. Бірақ деген мен байқағаным, білесіз бе, сіз ол жерде жүрген кезде, оқып жүрген кезде өзіңіздің өзгеріп жатқаныңызды байқамайсыз. Осы өмір қайталанып, оқуыңа барасың, сабақтан келесің. Бірақ мен өзгергенімді елге келгеннен кейін ғана байқадым. Шынымен де менің ой танымым, көзқарасым, минимализмге жақын болуым, барлығы сол Америкадан бастау алыпты. Әрине енді мұхиттың ар жағы, дамыған ел, түрлі көзқарас, себебі түрлі ұлт өкілдері тұрады. Иммигранттар көптегендей, әркімнің өз жеке көзқарасы бар, және сол көзқарасы әркім сыйлата біледі, және әр адам соны сыйлай алады. Мінекей, ақш-тың ең бір ерекшелігі сол. Және қандай идея болса да, қандай сенің ойың болса да, қоғам оны қабылдайды, және жақсы қабылдайды. Ол жерде әрине дәлелдеу керек, мықты екеніңді көрсете алу керексің. Қазақта енді мақал бар ғой, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады демекші. Шынымен де, егер білімді болсаң, мыңды жығатының сол жерде нағыз дәлел екенін көріп келдім. Қазақтың қарапайым жігіттері біздің мықты Google компанияларында, Amazon компанияларында жетекші орындарда жұмыс істеп жүр, және сол үшін мақтан етеміз. IT саласында біздің жігіттер өте білімді, математика саласында да қазақтар өте білімді екенін көріп келдік. Жалпы енді олардан аларымыз да көп, бірақ біздің ұлттық құндылығымыз әрдайым бірінші орында.
мен айта алмаймын олар алдыға шығып кетті немесе телевизия саласында бір ерекше жандану бар, ерекше бір жаңалық бар деп. Сол қарқын, сол жаңалық күнделікті өтіп жатқан. Былай қарасаң ешқандай айырмашылық жоқ, тек жылдамдылық. Олар тез, шапшаң, себебі жаңалық көп, адам көп. Енді елестетіп көріңіз, бір ғана Америкада 230 миллионнан астам адам тұрады. Оның әрқайсысын білесіз ғой, қандай жаңалықтар келіп жатады. Сондықтан өте шапшаңдықты, тездікті талап етеді. Бірақ дегенмен де олардан аларымыз бар, оларға береріміз де көп екенін байқадым. Мен осы шетелде білім алу сіздің Қазақстанға, осы жаңа айтып отырсыз, қазақ мәдениетіне деген көзқарасыңызды қалай өзгертті? Мысалы жаңа өзіңіз елге келгеннен кейін байқадым деп отырсыз, ол қандай көзқарастарға басқалай қарай бастадыңыз? Бұрында біз патриоттық сезім дегенді енді жалпылай білеміз ғой, әрине. Елге, жерге қызмет ету, еліңді сүю деген сияқты. Бірақ нағыз сағыныш сезімін сол мен Америка құрама штаттарында болған кезде білдім. Сағыну деген не, елді жақсы көру деген не. Бір жерден қазақ елінің туы желпете қалса, жүрегің бірге желпілдеп, бірге елпілдеп кететінін байқадым. Өте сағындым. Енді бір жылдай уақыт болдым. Мүлде келмедім бұл жаққа бір жылдай. Біздің отбасылық құндылықтар, ұлттық құндылықтар, біздің еркелеуіміз, енді қазақ даласы бұл енді дала ғой. Сол далаға біздің ерке қыз болып, мысалы, өзімізді көрсете алуымыз, осы жердің ерке қызы болуымызда үлкен бақыт екенін түсіндім. Біздің құндылықтар бұл ешқашан өшпейді және ескірмейді. Соны біліп келдім. Рахмет. Енді мен өзімнің қызығып отырғаным сіздің жұмысыңыз. Бірнеше рет эфирге шықтым. Таңғы 6-дан бастап қазмедиада болып, сіз осыған қалай үйрендіңіз? Мысалы, жұмысыңызда қызықты оқиғалар, немесе күтпеген жағдайлар, мысалы жерде титрлардан шығып тұрып бірден оқу керек, жазбау керек, сондай бір тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Ағылшынша сөз бар, breaking news деген. Breaking news and break, broke, елдің бәрі сыну дегенді білдіреді, бірақ бұл ондай емес, бұл лезде түсіп жатқан жаңалықтарды айтамыз біз, breaking news деп. Тез, шапшаң, міне түсіп жатқан кезде бірден оқу, сол нағыз breaking news деп аталады. Осы сәттерде адам өте жинақы болу керек. Жаңа айтып жатырсыз, таңғы 6-дан басталады деп. Мен негізгі уақыт күнім таңғы 4-те басталады. Мен 4-те тұрам. Таңғы уақытта 4-тен 4:30-ға дейін таңғы жаттығуым бар, ол міндетті түрде, себебі бізге сергек болу керек, даусымызды ояту керек. Дауысқа арналған жаттығулар бар, жарты сағат уақытым кетеді. Таңғы 5-те мен қазмедиада боламын. Кейін тексттарды қараймыз, жаңалықтарды қараймыз, бүгінгі жаңалықтар қандай екен, түнімен қандай жаңалық өтті. Әрине ол бір ғана менің жұмысым емес, бұл жерде кадр сыртында қаншама біздің редакторлар, режиссерларымыз, режиссер ассистенттеріміз, бірден бір мықты команда жұмыс істейді. Және сол команданың үмітін ақтау үшін, сені бетке ұстар етіп шығарып тұрғаннан кейін, бізде барымыз саламыз. Қазір жұппен жүргізіп жүрмін. Қасымда да Самыр Сәлім деген жігіт бар. 2 адам болып жүргізген, әрине ол басқаша формат. Жаңағы шетелдік BBC News, CNN болсын, сол бір форматтарға сәйкес келеді. Таңғы 24 KZ жалпы осы жолы ребрендингтен өттік десек те болады. Бұрында Хабар 24 еді, қазір 24 KZ-ке ауысты. Содан бері мен жұптық жүргізу, кешкі прайм тайм сияқты бағдарламалар қосылды. Енді жаңалыққа келетін болсақ, әрине, жаңа айтып жатсыз ғой, таңғы 6-да жүргізу. Елді ояту керек, даусың өте сергек болу керек. Таңғы 7-те, мысалы, кейбір адамдар менен сұрайды, таңғы 7-те кім көреді деп. Ояна салып, кейбірлер қарайды, жаңалықта не болып жатыр екен. Көбісі енді теледидар қоспаймыз деп айтқанымен, YouTube арнасында біздің тікелей эфирде көріп жатқан көрермендер саны қазір артып келеді. Таңғы 7-те шығамыз, 9-да шығамыз. 9-да шыққанымыздың бір жақсы бұл мемлекеттік органдардың қызметкерлері көреді, себебі жұмысқа келіп бірден қосады. Және соңында бір дәлелі шығар, кейбір мемлекеттік органдарға барсақ, кейбір жерлерге барсақ танып жатады. Жаңалықтың жүргізушісіздер деп. Спикер келеді, қонақ келеді, түрлі тақырыптарды қозғаймыз. Бұрынғы форматым тек қана жаңалық жүргізу еді, үздіксіз. Қазір көп тақырыпты талқылаймыз, елде болып жатқан. Енді бұл күннің біздің бастауымыз біздің мойнымызда.
біз алдында осы жаңа сұлубекпен подкастында осы жаңалықтарды қабылдау, мысалы әртүрлі жаңалықтарды қабылдайсыздар. Иә. Біреу жүрекке қатты тиетін, ауыр тиетін болады, біреу жақсы жаңалықтар. Сіз соны қалай қабылдайсыз? Осы туралы біз талқылаған болатынбыз. Мысалы біреулер бірден оқи салады контексті. Иә. Біреулер қатты ауыр тиеді. Ол кезде эмоцияны көрсетуге болмайды ол жерде. Айтып отырғанымыздай сергек болу керек. Осымен қалай жұмыс істейсіздер сіздер? Ең алдымен енді біз дайындаламыз ғой. Жаңалықты оқыған кезде әрине эмоциясы болмайды. Мысалы енді Астанада түрлі жағдайлар болып жатты, өртке байланысты, балалармен байланысты, иә. Сол кезде әрине эмоция басым болады, бірақ сен жаңалық жүргізіп отырғаннан кейін салқынқандылықты сақтау керек өзің бойыңдағы. Себебі сен жеткізушісің. Оған жол жоқ, эмоцияны көрсетуге. Сен сол жердің қызметінде отырған адамсың, сенің жұмысың сол. Эмоцияны біз жаңалық аяқталғаннан кейін өз ойымызды айта аламыз, әрине бір-бірімізге, әріптестерімізбен талқылаймыз. Бірақ эфир кезінде бұған жол берілмейді. Рахмет. Осы біздің подкастымыздың аты ой таста деп аталады. Біздің оқырмандарымыз, тыңдармандарымызға қандай осы подкасттың түйіні ретінде қандай ой тастар едіңіз? Сіздің біліміңіз бар, мысалы қазіргі таңда медиа мен кино саласындағы жастарға қандай мүмкіндіктер бар? Сіз шетелде білім алып көріп келгендіктен не байқадыңыз? Жастарға қандай ақыл айтар едіңіз? Жалпы енді қазір жастардың да өз ақылы көп қой негізі. Мына Z ұрпақтары өте ерекше, өзгеше болып келеді. Біз оны бағалаймыз, және сол жолда бетінен қақпасақ дейміз. Жастардың қандай ойы бар, қандай идеялары бар, соны қолдау керекпіз. Және кейін бір 10 жылдан кейін өте керемет туындылар пайда болатынына мен сенімдім жастардың арасынан. Мықты болыңыздар деген келеді, батыл болыңыздар. Өз идеяларыңыз қандай идея болса да, қателік болып жатса да, дұрыс емес шығып жатса да, мойымай соны ары қарай жалғастыра беріп, нағыз мықты маман, нағыз мықты креатив идеяларыңызды ортаға сала беріңіздер деген келеді. Мен мына қазір подкаст түсіріп отырған жерде өте креативті хаб, әр бұрышы бір өзгеше, ерекше стильде жасалған екен. Оның өзі қуантып отыр. Бұл да бір біздің алға басуымыздың бір дәлелі деп ойлаймын. Рахмет. Уақыт бөліп осы подкастымызға келгеніңіз үшін рахмет. Сіздің мамандығыңыз өте жауапкершілігі мол мамандық екенін түсінемін, білемін. Қазмедиада болған кезде де соны қаншама осы бір жаңалықты шығудың алдында қаншама еңбек жатқанын көрген болатынмын. Осындай жұмысыңызды сәттілік тілеймін. Рахмет. Жұмысты көріңіз. Біздің тыңдармандарымыз да өздеріне зерделі ой түйді деген сенімдеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.